Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы дене мүшем сау болсын. Байлық. Оқу мақсаты шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру. Мәтінді дауыстап дұрыс әрі түсініп оқу. Рөлге бөліп мәнерлеп оқу. Мұғалім көмегімен оқылған шығарманы бөліктерге бөліп жоспар құру. Балалар, бірге ойлаймыз әдісі арқылы мына сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Байлық дегеніміз не? Сендер байлық дегенді қалай түсінесіңдер? Оған қатысты 5 сөз ойластыр. Мысалы, байлыққа денсаулықты, отбасын жатқызуға болады. Мүмкін сен байлыққа өзіңнің дене мүшелеріңді, мүмкін аспанды, жерді, ауаны жатқызатын шығарсың. Мүмкін достарың сен үшін ең үлкен байлық шығар. Бұл сөздерді толықтыру үшін мына байлық мәтінін бірге түсініп оқып көрейік. Бір жарлы жігіт жас күнінде өзін оқытқан ұстазымен жолығып, өзінің бұл күнде кедей екенін айтып, мұңын шағады. Онымен бірге оқыған серіктерінің көбі бай болып, кейбіреулері жұртқа қадірлі кісі болып кеткенде, өзінің әрқашан көрген күні жоқшылық екенін айтады. Қалайша сен өзің айтқандай кедейсің, дейді ұстазы. Сенің денің сау, қол аяғың аман, жұмысқа жарарлықсың деп шәкіртінің оң қолын көрсетіп сұрайды. Сен мына қолыңды 1000 сомға кестіруге рұқсат етер ме едің? Құдай сақтасын, 10.000 сомға да кестірмеспін, дейді жігіт. Қаншаға берер едің? Жарық дүниені көретұғын қырағы көздеріңді, сақ құлақтарыңды, мықты аяқтарыңды, дейді ұстаз. Мен бұларды дүниенің малына да айырбастамас едім, деді шәкірт. Сонда ұстаз шәкіртке: қалайша енді осынша байлыққа ие бола тұрып жарлымын дейсің, дейді. Балалар, мәтін сендерге түсінікті ме? Олай болса, мәтінді бөліктерге бөліп көрейік, яғни жоспар құрастырайық. Мәтінді 3 бөлікке бөліп алайық. Бірінші бөлігін жарлы жігіттің мұңы деп алайық. Яғни мәтіннің бірінші бөлігінде жарлы жігіт өзінің ұстазына өзінің кедей екенін айтып мұңын шағады. Ал екінші бөлігін ұстаздың ұсынысы деп алайық. Мұнда ұстазы өзінің шәкіртіне дене мүшелерінің көптеген ақшаға, мал мүлікке сатуға ұсыныс жасайды. Үшінші бөлігін денсаулық, зор байлық деп алайық. Яғни мұнда жарлы жігіт өзінің кедеймін деген сөзінің дұрыс емес екенін түсінеді. Ең басты байлық денсаулық екенін түсінеді. Ол өзінің дене мүшелерін дүниенің малына да, ешқандай ақшаға да сатпайтынын айтады. Балалар, мәтін сендерге түсінікті деп ойлаймын. Яғни басты байлығымыз ол біздің денсаулығымыз. Ақшамен сағат сатып алуға болады, алайда уақытты сатып ала алмаймыз. Ақшамен шен сатып алуға болады, алайда сыйластық емес. Мұнда шен деген, балалар, атақ, мәртебе. Ақшамен дәрігер сатып алуға болады, алайда денсаулықты сатып ала алмайсың. Ақшамен кітап сатып алуға болады, алайда білім емес, дейді біздің ұлы ғұламаларымыз. Балалар, шынында да бұл сөздің мән мағынасы өте зор. Сен үйіңе көптеген кітапты сатып ала аласың, бірақ білімді сатып ала алмайсың. Адам білімге жету үшін көп оқу керек, еңбектену керек. Ой қозғау, мәтінге сүйеніп қажетті сөздерді табыңдар. Қандай көздерім? Қандай құлақтарым? Қандай аяқтарым? Балалар, мәтіннен тауып көріңдер. Таба алдыңдар ма? Олай болса, дұрыс жауабымен салыстырып көріңдер. Қырағы көздерім, сақ құлақтарым, мықты аяқтарым. Ал енді жарлы сөзіне мағынасы жуық сөздерді тауып көрейік. Кедей. Дәлелде,
әңгімеден қандай қорытынды шығаруға болады? Денсаулық зор байлық. Балалар, мына үлгі бойынша өздерің денсаулық зор байлық тақырыбында өз ойларыңды толықтырып көріңдер. Денсаулық зор байлық, өйткені менің қырағы көздерім болмаса, не істер едім? Мүмкін оның орнына басқа дене мүшелеріңді жазарсың. Денсаулық зор байлық екенін дәлелдеп, үлгі бойынша әңгімеден қорытынды шығарып көріңдер. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.